Уақыт өтті, кеш қалдым демеңіз. Абай 29 қара сөзінде қазақ мақалдарының ішінде не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтындарды да бар дейді. Сондай мақалдардың бірі 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмассың деген сияқты шектеу. Өкінішке қарай біздің қоғамда адамдардың белгілі бір қалыпқа, стандартқа бұғаттап тастайтыны осы сияқты психологиялық кедергілер жетерлік. Яғни адамдар белгілі бір жасқа дейін жақсы карьера жасауы, ғылыми жаңалық ашуы, кәсіп дөңгелетуі тағы басқа. Жетістіктерге жетпесе, кейін бәрі кеш дейтін ұғым. Тіпті адам санасына сіңген мөлшерлі жастан кеш қалсаң, сізге уақыты өткен тауар сияқты мүсіркей қарайды. Мұндай көзқарас салдарынан адамның талабы мұқалып, санасы күйзеліске ұшырап, депрессияға түсіп кетуі әбден мүмкін. Нәтижесінде жаңалыққа ұмтылып, тың мүмкіндіктер қарастыруға, талпыныс жасауға, кәсіп үйренуге, ең бастысы өмірін мәнді де сәнді етуге тырыспайды. Мына әлемде 8 миллиардқа жуық адам болса, сол адамның бәрі бір-біріне әсте ұқсамайды. Олардың қабілеті, мүмкіндіктері, өскен ортасы, алған білімі мен тәрбиесі, көзқарасы сан алуан. Сондықтан да олардың белгілі бір өмірлік межені бағындыруға қызығушылығы да әртүрлі болады. Менің айтарым, мейлі қай жаста болсаңыз да өміріңізді бұрынғыдан қызықты, мәнді, мазмұнды етуге тырысыңыз. Ол үшін өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғарыңыз. Адам өзін басқалармен қаражат, отбасы, қоғамдық статус немесе өзге дүниелерге байланысты салыстыруды доғарған кезде жеке басын бақытты сезіне бастайды. Әркімнің әр түрлі дүниелерге қол жеткізуде өз жолы, уақыты, мөлшері болады. Сондықтан қанша қиын болса да, өзіңізді өзгелермен салыстыра бермеңіз. Оның орнына өзіңізге ұнайтын күшті мотивация беретін нәрселерге көбірек көңіл бөліңіз. Жаңа хобби таңдаңыз. Ол музыкалық аспапта ойнау, әйел адам болсаңыз, тігін тігу сияқты бұрын істеп көрмеген дүние болған дұрыс. Жаңадан тіл үйреніңіз. Тіл үйрену адамның когнитив қабілеттерін арттыруға көмектесіп, кәрілікпен қатар келетін нейродегенеративті аурулардың алдын алуға көмектеседі. Физикалық жаттығу жасаңыз. Өзіңіздің жаныңызға жақын спорт түрін таңдаңыз. Қай спортпен айналыспас бұрын бірінші дәрігермен ақылдасып алу керек. Сосын кәсіби жаттықтырушы табыңыз. Көбірек саяхаттаңыз. Марк Твен адамдар өлер алдында аз саяхаттағанына өкінеді деген екен. Мүмкіндігіңіз болса, шетелге саяхаттау міндетті емес. Облыс, қала, ауданға көп қаражат талап етпейтін туристік маршруттар таңдаңыз. Кітап оқуды әдетке айналдырыңыз. Кәсіби жеке дамуға арналған және көркем шығармалар оқыңыз. Кітап оқу адам миының жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін дамытады. Сапалы курстар мен семинарларға қатысыңыз. Тамақ пісіріп үйреніңіз. Әсіресе өзіңізге бұрын таныс емес, жеп көрмеген түрлі ұлттар тағамдарын пісіріп үйреніңіз. Жас ұлғайған сайын адамның метаболизмі төмендейді. Сол себепті жейтін тағамыңыз мейлінше пайдалы болғаны жөн. Күнделік жазыңыз. Адам жас ұлғайған сайын есте сақтау қабілеті төмендейді, ал күнделік жазу толғаныстарыңызды тұрақты түрде қағазға түсіру адамның есте сақтау қабілетін арттырып, стресс пен депрессияны жеңуге көмектесіп, ментальды саулығыңызға пайда әкеледі. Қамалды кез келген жаста алуға болады. Жаңа карьераны кез келген жаста бастауға болады. Жаңа мамандықты кез келген жаста меңгеруге болады. Қандай да бір себеппен үйленбеген болсаңыз, кез келген жаста өзіңізге лайықты отбасы құруға болады. Ол үшін сіз өзіңізге сенуіңіз керек. Себебі барлық шектеу біздің миымызда. Егер де біз миымызға қолымнан келмейді деген сигнал берсек, онда біздің сәтсіздікке ұшырау ықтималдығымыз арта түседі. Сондай-ақ сәтсіздік немесе қателік міндетті түрде болады. Сондықтан сәтсіздіктерден, қателік жасаудан қорықпаңыз. Жасы ұлғайғанда жетістікке жеткен талай жандар бар. Мысалы, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке
пайғамбарлық 40 жаста берілген. Хакім Абай өзінің қара сөздерін 45 жасқа толған шағында 1890 жылы жаза бастады. Табиғи философияның математикалық бастамалары деген атақты еңбегін Исаак Ньютон 44 жасында жазған. Осы еңбек арқылы бүгінгі таңда қолданыстағы инженерлік саланың негіздері қалыптасты. Ахмет Байтұрсынұлы 40 жасында 1913 жылы Қазақ газетін шығаруды қолға алған. Әйгілі композитор Бетховеннің дәуірлеу кезеңі 35-45 жас аралығы. Ол осы кезеңде философиялық ойға құрылған шығармалар жазды. Ыбырай Алтынсарин 46 жасында Ырғызда қыздар мектебін ашты. Бұл қазақ халқын ағарту жолындағы ең елеулі еңбектерінің бірі. Түрік азаматы Эмин Жандан Құран жаттауды бала кезінен армандап, оған 67 жасында қол жеткізді. Рим сенаторы Марк Катон грек тілін 80 жасында үйренген. Сократ 70 жасында түрлі музыкалық аспаптарды шебер ойнауды меңгерген. Неміс тарихшысы Леопольд Ранке өзінің әлем тарихы еңбегін 91 жасында аяқтаған.